Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушы. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Өткен сабақтағы тақырыпты қайталаймыз. Тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге келтіру. Сабақтың мақсаты тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айырымын көбейтіндіге келтіру формулаларын еске түсіріп, оны есептер шығаруда қолдану. Өткен сабақта біз осы 8 формуламен таныс болғанбыз. Соның ішінде біз бастапқы 4 формуланы қарастырған болатынбыз. Бүгін кітаптың есептер шығару. Кітаптың 212 бетті ашайық. Номер 753-тің асы. Есептің шарты. Теңдіктің ақиқат екенін дәлелдеңдер. Яғни, теңдіктің сол жағы оң жағына тең екенін дәлелдеу қажет. Біз теңдіктің сол жағын алып, оны жіктейік көбейткіштерге. Бұл 8 формуланың ішінде тангенстердің айырымына сәйкес келеді. Себебі екі алгебралық қосындының екі жағында тангенстер жазылған. Бірінші тангенстің аргументі альфаның орнында бізде 3π бөлінген 4 қосу альфа. Бета аргументінің орнына π бөлінген 4 қосу альфа. Формулаға қойып шығайық. Дәптерге жазып отырыңыздар. Формула бойынша дұрыс жазылды ма, тексерейік. Алымында функция синус, бөлімінде косинус және келесі көбейткіш косинус. Аргументтерді тексерейік. Синустың аргументі альфа, азайту бетта. Альфа сәйкес келді 3π бөлінген 4 қосу альфаға. Альфа сәйкес келді. Бетталарымызды тексерейік. Барлығы сәйкес келеді. Артық жазуды алып тастайық. Формулада қажеті жоқ. Бізге тек қана осы өрнекті ықшамдау қажет. Бөлшектің алымында жақшаны ашсақ, келесідей өрнек шығады. Бөлшектің бөлімін қарастырайық. Бөлімінде косинус 3π бөлінген 4 қосу альфа жазылған. Бұны бөлек көшіріп, екі бұрыштың қосындысының косинусы бойынша жіктеп көрейік. Яғни формула косинус альфа қосу бетта. Мұндағы косинус 3π бөлінген 4 ол минус түбірасты 2 бөлінген 2. Синус 3π бөлінген 4 ол түбірасты 2 бөлінген 2. Кестеге қарап осы мәндерді тексеріп көрсеңіздер болады. Соңғы жазуда ортақ көбейткіш бар. Ол минус 2-ден түбірасты 2. Жақшаның сыртына шығарамыз. Қызылмен қоршалған өрнектің орнына мына өрнекті қоямыз. Келесі көбейткішті қарастырайық. Бұл да
екі бұрыштың қосындысының косинусы. Яғни косинус альфа қосу бетта формуласы арқылы жазылады. Мұндағы косинус пи бөлінген 4-тің мәні 2-ден түбірасты 2, синус пи бөлінген 4, 2-ден түбірасты 2. Ортақ көбейткіш 2-ден түбірасты 2 екенін көреміз, және оны жақшаның сыртына шығараймыз. Қызылмен қоршалған өрнектің орнына өрнекті апарып қояйық. Сонымен бөлшектің алымы синустың аргументінде альфа мен альфа жойылады. Ал 3π бөлінген 4 азайту π бөлінген 4, 2π бөлінген 4 болып жауабы шығады. Оны қысқартсақ π бөлінген 2. Бөлшектің бөлімі туралы айтылды. Бөлшектің бөлімінде 2 жақша жазылған. Бұл қысқаша көбейту формуласының ең бірінші формуласына сәйкес келеді. А қосу Б, А азайту Б. Яғни А квадрат минус Б квадрат. Немесе косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа түрінде жазылады. Ал минус 2-ден түбірасты 2 мен 2-ден түбірасты 2-нің көбейтіндісі 2-ден 1-ге тең. Келесі, бөлшектің бөлімінде косинус квадрат альфа азайту синус квадрат альфа өрнегі жазылған. Бұл да формула. Бұл 2 еселенген аргументтің косинусына сәйкес келеді. Немесе косинус 2 альфа. 2-ден 1-дің минусын бөлшектің алдына жаздық. Арифметикалық есептеулерден кейін бізде минус 2 бөлінген косинус 2 альфа жауабы шығады. Бұл жауап бастапқы теңдікке сәйкес. Яғни тепе-теңдік дәлелденді. Осы есепті қолдана отырып, сіздер 53-тің әсін шығарып көріңіздер.